Сәлем достар, бүгін мен сіздермен түскі астың керемет идеясымен бөлісетін боламын. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ораманың қамырын дайындау үшін 250 мл суға 1 шай қасық тұз салып, оның үстіне 650 грамм ұнды салып, жақсылап илейміз. Манты, орама, бешбармақтың қамыры эластичный болып жабысып қалмай езілмес үшін қамырды 10-15 минут сайын 2-3 мәрте қайтарып илеу керек. Сол кезде қамыр өте әдемі болып шығады. Мінекей, қамырымызды 15 минутқа бетін жауып қойдық. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 600 грамм фарш пен 3 картошка және 3 пияз қажет болады. Пиязды үккіштен әдемілеп майдалап өткіземіз. Менікі секілді теркаңыз болмаса, пышақпен майдалап тұраңыз. Фаршымыздың үстіне майдалап туралған пиязымызды саламыз. Енді картопымызды турауға кірісеміз. Картопты барынша ұсақтап 4 бұрышты қылып турап шығыңыз. Дайын болған картопымызды фарш пен пияздың үстіне саламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш пен қара бұрыш және де тұз саламыз. Барлығын жақсылап сөлі шыққанша шамамен 3-4 минуттай араластырамыз. Жаңағы 15 минутқа қойып қойған қамырымызды қайта алып илейміз. Егер осылай 3 қайтара илейтін болсаңыз, қамырыңыз эластичный және езілмейтін болып шығады. Шамамен қаттылығы орташа болу керек. Мінекей дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Дайын болған қамырды тағы да 10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қойып. Қамырды барынша жұқа қылып жаюға тырысыңыз. Себебі егерде қалың болып қалатын болса, қамыр піскен кезде тіске қатты болып тиіп, жегенге жағымсыз болады. Дайын болған қамырымыздың үстіне салманы әдемілеп саламыз және де орауға кірісеміз. Видеода көрсетілгенде қамырды орап, мантоварканың листіне міндетті түрде пісте майын себу керек. Егер сеппесеңіз, асты жабысып қалады. 35-40 минутқа газға ең жоғарғы көзіне қоямыз. Егер одан көп ұстайтын болсаңыз, отта асты езіліп кетеді. Мінекей, біздің орамамыз дайын, баршамызға ас болсын. Достар, түскі, кешкі асқа не жасаймын деп бастарыңызды ауыртқыңыз келмесе, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп, басқа да рецептерді көріп, пайдаңызға жаратыңыз.